Ассалаумағалейкум достар, халдеріңіз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Мен сол Қазақ автоэлектрігі есім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Достар, мен осылай жұмыс жасап жатырып, сіздерге пайдасы тиіп қалар деген үмітпен, оймен қалдырып кетіп жатқан видеом. Қабыл алыңыздар, лайкап етіп, кайфап етіп, комментарияларыңызды жазып отырыңыздар. Бұл Мерседестің 111 мотордың заслонкасы. Бұл достар, машиналарыңыздың ауырат алмай, дірілдеп тұрса, мысал үшін, бұлардың заслонкасының проводасын ашып қарау керек. Мына кесесіздер, кескеннен кейін ішінде шығады провода, достар. Қараңыздар, міндетті түрде кез келген Мерседестің ауыруы, міне, проводтарын көріп тұрсыздар ма, достар? Үгітіліп жатыр. Көріне ме, достар? Бытыш болып жатыр. Осыны штекер жағын аккуратно ашып аласыздар. Сосын бұл жағын аккуратно ашып аласыздар. Біртіндеп бәрін пайкілеп ауыстырып шығасыздар. И болады нормальный. Достар, мінеки штекер жағын осылай ашып аласыздар. Содан кейін жаңағы арасында кольцо болады. Арасында соны суырып алып, ортасын алып тастайсыздар, кесіп-кесіп. Содан кейін біртіндеп үзбей, мына ішіне бәрін пайкілеп шығасыздар. Осылай. Ондай таза проводты. Содан кейін бәрі жақсы болады. Достар, мінекей, осылай жинап шығасыздар, тап-таза болады, әдемі. Арасын аласыздар да, абы-клейді құйып, пышт еткізіп тастайсыз, бітті. Іштері тап-таза болады. Достар, көліктеріңіз сынбасын, әрдайым жолдарыңыз ақ жол болсын. Лайкап етіп, кайфап етіп, комментарияларыңыз қоя беріңіздер. Алаңдар жаусын, сау болыңыздар.